Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Өзіңізді таныстырып өтсеңіз? Мен Ким Виолетта, номер 41 көпсалалы гимназияның 8-ші ізгі сынып оқушысымын. Виолетта, сіз қазақ тілін қандай деңгейде білесіз? Мен қазақ тілін жоғары деңгейде білемін. Яғни, киноларды көремін, түсінемін, мәтіндерді оқып аударамын, мазмұнын түсінемін, әртүрлі бағдарламаларды көремін, күнделікті өмірде қолдана аламын, әртүрлі сұрақтарға жауап бере аламын. Виолетта, сіз осы қазақ тілін күнделікті өмірде жиі қолданасыз ба? Жалпы қажет па қазақ тілі күнделікті өмірде? Әрине, мен қазақ тілін жиі қолданамын, ол өте қажет болып жатыр. Мысалы, мен көшеде, далада, автобуста, мектепте, жалпы қоғамдық ортада қолданып, әрине түсініп, сұрақ қоя аламын, жауап бере аламын. Мысалы, менің ағам бар, бәрімізге таныс БТА банкте жұмыс істейді. Күнге оған адамдар келеді, клиенттер келеді, бірақ ол дұрыс қазақ тілін білмейді, сұраққа жауап бере алмайды. Яғни, бір сөзбен айтқанда, білмейді ол қазақ тілін. Осы өмірде оған қиын болып тұр да. Сондықтан ол қазір қазақ тілін үйреніп, оқып жүр. Біздің Нұрсұлтан Назарбаев елбасымыз айтты ғой, мемлекеттік тілді білу қажет, ол қазақ тілі. Мемлекеттік жұмысқа кіру үшін міндетті түрде мемлекеттік тіл, қазақ тілін білу қажет.